Ассаламу алейкум, қадірменді көрермендер. Біліп жүр арнасына қош келдіңіздер. Бүгінгі біздің хабарымыз оңтүстіктегі көршіміз Қырғыз Республикасының қарулы күштері жөнінде болмақ. Ендеше кеттік. Қырғызстанның қарулы күштері. Бұл қарулы күштер бас штабының, қорғаныс министрлігінің, мемлекеттік шекара қызметі мен Қырғыз Республикасының ұлттық ұланының құрамалары, бөлімдері мен бөлімшелерінің жиынтығы. Қырғызстанның қарулы күштері 1992 жылы 29 мамырда Қырғызстан президенті Асқар Ақаевтың жарлығымен республика территориясында орналасқан Кеңес армиясының Орта Азия әскери округінің құрамалары мен бөлімдерінің негізінде құрылды. Осы уақытқа дейін Қырғызстан басшылығы бір таңқаларлығы өзінің қарулы күштеріне немқұрайлықпен қарады. Қазіргі бас штабтың бастығы Талайбек Өмірәлиевтің бұрын қорғаныс министрі болып тұрған кезінде республика парламентінің депутаттарымен сөйлескен кезде армияның қару-жарақ сатып алуға мүмкіндігі жоқ екенін мойындады. Қаржы әскери қызметкерлерге форма мен тамақ сатып алуға әрең жетеді. Қырғыз армиясының әскери техникасы ең жақсы жағдайда 20 ғасырдың 80 жылдары шығарылған. Қырғызстанның қарулы күштері шамамен 15.000 адамнан тұрады. 70-75% контрактымен қызмет етушілер болып табылады. Қырғызстанның қарулы күштерінің бас штабы республиканың қарулы күштерін басқарудың бірыңғай орталығы. Мемлекеттік қорғаныс комитеті, құрлықтағы әскерлер, әуе қорғанысы күштері, мемлекеттік шекара қызметі, ұлттық гвардия, ішкі әскерлердің бөлімшелерімен бірге. Құрлық әскерлері екі әскери қолбасшылыққа бөлінеді. Оңтүстік батыс аймақтық қолбасшылығына Ош мотоатқыштар бригадасы, танк батальоны, артиллерия және барлау батальоны және 24-ші Илбрис арнайы мақсаттағы бригадасы кіреді. Соңғысы ең жақсы қару-жарақпен қаруланған және 100% келісім шарт бойынша әскери қызметшілермен қамтамасыз етілген ең тиімді бөлімше. Солтүстік аймақтық қолбасшылығы мотоатқыштар дивизиясынан, тау атқыштар бригадасынан, зениттік зымырандық бригададан, инженерлік, артиллериялық және барлау батальондарынан тұрады. Солтүстіктегі Илбристің аналогы 25-ші арнайы мақсаттағы Скорпион бригадасы. Қиын ішкі саяси жағдайға байланысты Қырғызстан арнайы жасақтарға ерекше назар аударады. Ішкі істер министрлігі мен ұлттық ұланның құрамындағы қорғаныс министрлігі Илбрис және Скорпион арнайы жасақтарының жоғарыда аталған бригадаларынан басқа Пантера десанттық шабуылдау бөлімі және Шер арнайы жасағы, олардың міндеті қылмысқа қарсы күрес және антитеррорлық операциялар. Президенттің мемлекеттік күзет қызметі Арыстан отряды, есірткіге қарсы күрес агенттігі, Қырғи арнайы жасағы және шекара күзеті қызметі де өзінің Бөру атты арнайы жасағына ие. Бөру және Арыстан отрядтары Өзбекстанмен және Тәжікстанмен мемлекеттік шекарадағы шекарашыларды қолдайды. Есірткінің заңсыз айналымына қарсы тау асуларында тосқауыл қояды. Қырғыз армиясының жүздеген офицерлері мен сержанттары Біріккен ұлттар ұйымының әлемнің түрлі бөліктеріндегі бітімгершілік миссияларына қатысуынан мол тәжірибеге ие. Қорғаныс министрлігі НАТОның есірткінің заңсыз айналымы мен терроризмге қарсы іс-қимыл жөніндегі бейбітшілік үшін серіктестік бағдарламасына қатысады. 2001 жылдан бастап Қырғызстан әскери күштері НАТОның біріккен күш және бейбітшілік қалқаны атты халықаралық жаттығуларына қатысуда. Түркия Қырғызстан армиясының дамуына зор үлес қосуда. 2011 жылы Қырғызстан мен Түркия үкіметтері әскери және қаржылық ынтымақтастық туралы келісімге қол қойды. Қырғызстан қарулы күштері бас штабының мәліметтері бойынша 2011-2014 жылдар аралығында түрік тарапы Қырғыз Республикасының қауіпсіздік құрылымдарына жалпы сомасы $12 миллион материалдық техникалық көмек көрсеткен. Қырғыз Республикасы қарулы күштерінің құрамалары мен бөлімдері автомобиль жабдықтарының, байланыс құралдарының, логистикалық және инженерлік жабдықтардың, түнгі көру құрылғылары мен медициналық техниканың түрік үлгілерін сатып алды. 1993 жылдан бастап
түріктің оқу орындарында 120-дан астам әскери мамандар даярланған. Арнайы мақсаттағы бөлімшелер жақсы қаруланған және жабдықталған. АН-94 Абакан автоматтары, ОСВ-96 снайпер винтовкалары, снайперлерге қарсы құрылғылар, печенек пулеметтері, гюрза тапаншалары, каштан автоматтары, ВСС винторез үнсіз снайпер мылтықтары, арнайы ас-вал автоматтары қолданылады. Жауынгерлердің жабдықтарына тау шаңғысы, квадроциклдер, снегоходтар, парапланерлер және басқалары кіреді. Қырғызстанның қарулы күштерінің құрамында Қорғаныс министрлігінде 11.000 адам, шекара қызметінде 6.800 адам, ұлттық гвардияда 3.000 адам қызмет етеді. Республикада кіші офицерлерді дайындайтын бір жоғары оқу орны бар. Қырғыз Республикасы қарулы күштерінің әскери институты, сондай-ақ Бішкекте ұлттық әскери лицей, орта әскери оқу орны бар. Қырғызстан 1992 жылғы 15 мамырдан бастап осы уақытқа дейін ұлттық қауіпсіздік шарты ұйымына мүше. 2001 жылдың 15 маусымынан бастап Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше. 2014 жылғы 6 ақпанда Қырғызстан қарулы күштерінің бас штабы құрылды. Бұл командалық органның басқаруына Қорғаныс министрлігінің, шекара қызметінің, ұлттық ұланның және ішкі әскерлердің бөлімдері мен бөлімшелері берілді. 2014 жылғы 12 наурызда ішкі әскерлер ішкі істер министрлігінің құрамынан шығарылып, ұлттық ұланға берілді. Қырғыз Республикасының мемлекеттік қорғаныс комитеті 2020 жылы құрылды. Оған Қорғаныс министрлігінің барлық функциялары берілді. 2020 жылы Қырғызстан қарулы күштерінің сапында Т-72 танкілері 150 данасы бар. Жаяу әскердің жауынгерлік көлігі БМП-1 230 данасы бар. БМП-2 90 данасы бар. Барлаушылардың жауынгерлік көлігі БРДМ-2 30 данасы бар. Сауыттық көлік БТР-70 45 данасы бар. БТР-80 50 данасы бар. Танкіге қарсы зымыран кешені Малютка 26 данасы бар. Конкурстың 12 данасы бар. Фагот 24 данасы бар. Түркіндетіп ату кешені 20 БМ-21 Град 15 данасы бар. БМ-27 Ураган 6 данасы бар. Артиллериялық кешен 2С1 Гвоздика 122 мм өздігінен жүретін артиллерия 18 данасы бар. 2С9 Нона С 120 мм 12 данасы бар. 152 мм гаубица 43 жыл шығарылған 16 данасы бар. 122 мм гаубица Д-30 72 данасы бар. Сүйретпелі гаубицалар. 122 мм гаубица 38 жыл шығарылған 122 мм 35 данасы бар. Сүйретпелі. М120 миномет ақышта шығарылған 48 данасы бар. 2С12 Сани 120 мм миномет 6 данасы бар. БС3 100 мм сүйретпелі зембірек 18 данасы бар. 2006 жылы әскери әуе күштері мен әуе қорғанысы күштері біріктіріліп, әуе қорғанысы күштері құрылды. Бұл туралы жарлыққа сол кездегі бас қолбасшы Қырғызстан Республикасының президенті Құрманбек Бакиев қол қойды. Әуе қорғаныс күштерінің басты міндеті Қырғызстанның әскери, стратегиялық, мемлекеттік, әскери өндірістік нысандары мен әскерлерін қорғау. 2006 жылы қызмет мерзімі 18 айдан 12 айға дейін қысқартылды. Әуе қорғаныс күштерінің сапында Ан-26 көлік ұшағы 2 данасы бар.
Л-39 оқу-жаттығу ұшағы 4 данасы бар. Ми-24 жауынгерлік транспорттық ұшағы 2 данасы бар. Ми-8 көп мақсатты ұшақ 8 данасы бар. С-75 зениттік зымыран кешені 24 данасы бар. С-125 зениттік зымыран кешені 8 данасы бар. Круг зениттік зымыран кешені 12 данасы бар. Қырғызстан қарулы күштері әлемдік рейтингте 98-ші орында тұр. Әскери бюджеті $240 миллион. Қадірменді көрермендер, осы Қырғызстан қарулы күштері жөнінде сіздердің алып қосарларыңыз болса, осы комментарий қалдыруларыңызды сұраймыз. Және осы видео ұнаса лайк басып, осы арнаға жазылуларыңызды сұраймыз.